Бұл Қазақстандағы жер көлем жағынан ең кішкентай облыс, алайда халық саны жағынан бірінші орында тұрған Түркістан облысы. Түркістан қаласының облыс орталығы болады деген әңгімелер сонау кеңес одағы кезінде айтылған деседі. Мұна тұрған көпір Түркістанның шығыс қақпасы. 2018 жылға дейін дәл осы жерлер ми дала, ай дала болып жататын. Мен бұл видеода Түркістанның терең тарихы, Қазақстанның, жалпы түріктердің рухани астанасы деген тақырыптарда сөз қозғамаймын. Менің мақсатым Түркістан қаласы облыс болғалы бері 6 жылдың ішінде не өзгерді, 6 жылда қандай инфраструктуралар дамыды, сол туралы айтып жеткізіп көрсеткім келеді. Түркістан облысын құру астананы нөлден тұрғызған тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың жобасы болатын. Осыдан кейін білуге болады біздің президентке қала тұрғызу әшейін сән екенін. Нұрсұлтан Назарбаев билікте тағы да бір 3-4 жыл отырғанда Түркістан қаласы одан сайын қатты дамып кетуде әбден мүмкін еді. Құрметті қазақстандықтар, бүгін мен Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 9 бабына сәйкес Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұдан былай бұл өңір Түркістан облысы деп аталатын болады. Бұл әкімшілік аумақтың құрылымға өзгеріс енгізу арқылы осы өңірдің өркендеуіне тың серпін беруді көздеген тарихи құжат болып саналады. Осы құжатқа қол қойылған сәттен бастап Түркістан қаласын күрделі өзгерістер күтіп тұрды. Ол өзгерістер жергілікті тұрғындарға пайдасын да, зиянын да тигізді. Сол кезде Түркістанға сырттан келген қонақтар Түркістандары кәдімгідей арзаншылық қой деген сөзді ойланып айтатын болды. Себебі Түркістандағы жерде, үйде, квартирада, қарапайым дүкендегі күнделікті тұтынатын тауарлар да қымбаттап кетті. Дәл осы шөптері сарғайған қаңғыбас шөптер ұшып жүрген ми далада Түркістан қаласы мен облысының жаңа бөлігі салынады. Түркістанның шығыс бөлігінде облыс пен қала тұрғындарына керекті орталықтар, тұрғын үйлер, сауда орталықтары, адамға керекті барлық инфраструктуралар бой көтереді. Мынау нормально әкімшілікке. Нұсқасы. Не надо купола делать. Мына жерде купол бар. Бұл енді жалпы үйлердің салынатын түрлері жобалар енді. Әлі ол нақтыланады. Сіздің айтқан стиль бойынша кішкене мынау ауа райына байланысты. Түркістан-Ташкент 236 км. Біздің негізгі көзіміз халықаралық туризм орталықтарымен жолықтық. Түркістан-Самарқанд. Яғни Стамбул, Түркістан-Самарқанд. Куала-Лумпур, Түркістан-Самарқанд. Индонезия, Түркістан, Самарқанд. Мен ол кісілердің туристік ұйымдарымен жолықтық. Сонда бір жағынан турпакет болады, туристический. Біз үшін ең. Мына бір бейнеде 2021 жылғы түсірілген кадрларды көруге болады. Бұл жерде Түркістан қаласы енді жаңарып бой көтеріп келе жатыр. Және Түркістан қаласындағы көптеген ғимараттарды еліміздің әртүрлі облыстары өз қаражаттарынан салып Түркістанға сыйға тартқан болатын. Тенгриньюз ақпараттық порталының айтуы бойынша 2021 мен 2025 жылдар аралығында Түркістанға 3,6 триллион теңге жұмсалады. Бұл қаражат Түркістанның әдемі әсем болып бой көтеруіне көмектесетін қаражат делінді. Әрине, ауқымды жұмыс жүрген жерлерде ауқымды сыни көзқарастар болады. Түркістанның тұрғындары Түркістанда салынып жатқан ғимараттардың сапасыздығын, шенеуніктердің беттеріне басып айтумен болды. Жаңа қалыптасқан Түркістан қаласы Еуропа мен Қытай арасындағы халықаралық тасымалдаудың ең қысқа жолы болып табылатын Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің, сондай-ақ оңтүстік елдерді ашатын Шымкент-Ташкент дәлізінің қиылысында орналасқан қала. Ал енді сапасыз ғимараттар тақырыбына оралатын болсақ, мына алдарыңызда тұрған Түркістан қаласындағы Түркістан арена футбол алаңға Қазақстандағы ерінбеген журналист ерінбей отырып, осы стадион туралы мақала жаза бастады. Ойлаңыздаршы, 40 миллион долларға 7 мың адамға арнап стадион салған. 2021 жылы бұл стадионның құрылысы аяқталады. Бірақ та 2024 жылға дейін ешқандай ойындарды өткізбейді. Себебі қайтадан реконструкцияға жабылып қалады.
Ойлап қараңыздаршы, мына стадион 40 миллион доллар тұратын стадионға ұқсай ма? Екі жаны ашық, екі жанынан Түркістанның желі зуылдап өткен кезде адамдардың құтын қашырады. Қазір мен сіздерге 40 миллионнан арзан бағада салынған стадиондарды көрсететін боламын. Мынау Турцияның Бурса деген қаласында 40 миллион долларға жобалап салынған Тимас Арена деген футбол алаңы. Бұл стадионға 43 мың адам оп-оңай сыйып кетеді. Және адамдарға арналған сауда орталықтары мен кафе-ресторандары да бар стадионның ішінде. Енді ойлап қараңыздаршы, Түркістандағы Түркістан Арена футбол алаңымен салыстыруға келемі? Құрметті көрермендер, екі стадионның салыстырмалы бағасын өздеріңіз берерсіздер. Түркістан қаласына әдемі түрлі ғимараттарды еліміздің түрлі облыстары сыйға тартып қана қоймай, шет мемлекеттерде Түркістанда ғимарат салуға көмектесті. Мұны алдарыңызда тұрған мешіт Өзбекстан мемлекетінің президенті Шавкат Мирзиевтің Түркістан қаласына жасап жатқан жеке сыйлығы десек те болады. 5000 адамға лайықталып салынып жатқан бұл мешіттің құрылысы 2019 жылы басталған еді. Арада міне тура 5 жыл өтті, бірақ мешіт құрылысы әлі күнге дейін бітпей жатыр. Түркістан қаласында тұратын кез келген бір тұрғыннан сұрай қалыңызшы, мына мешіттерің қашан бітеді деп. Ол тұрғынның жауабы былай болмақ: Құдай қаласа құрбан айтта бітеді дейді. Жылда құрбан айт келген сайын, құрбан айт жақындаған сайын бұл мешітті ауызбен бітіріп жатырмыз. Алайда шынын айту керек, Түркістан қаласында сапасыз ғимараттар жоқ емес, бар. Мынау алдарыңызда тұрған Түркістан облыс әкімдігінің ғимараты өте сапалы, жанға жайлы ғимараттардың бірі. Қыркүйек айының соңында қаламызға президент келіп кетті. Қасым-Жомарт Кемелұлы Түркістандағы бой көтерген біраз нысандарды аралап көріп шығып, сөз соңында осындай қаланың әдемі көркейіп дамуының бірден бір себепкері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екенін дөп басып атап айтып кетті. Жалпы Түркістан потенциалы бар қала. Келешекте Түркістанды екі фактор арқылы дамытуға болады. Осы екі факторға жақсы инвестиция құйылатын болса, Түркістан қаласы экономикалық тұрғыда бәсекеге ие болатын қалаға айналады. Бірінші фактор ол туризм, екінші фактор агрошаруашылық. Мынандай қызықты статистиканы айтқым келіп отыр. Үкімет қазынасына көп табыс әпкелетін Қазақстанда 3 өңір бар екен. Сол өңірлер ішінде Түркістан облысы екінші орында жайғасқан екен. Бірінші орында Алматы қаласы, әрине мемлекет қазынасына қыруар ақша құйып жатса, екінші орында Түркістан облысы алып тұр. Ал үшінші орында еліміздің астанасы Астана қаласына тиесілі екен. Құрметті көрермендер, жеке өз басым Түркістанның тумасы ретінде қаламыздың облыс орталығына айналғанына қатты қуанамын. Себебі қаламыздағы ең басты проблемалардың бірі жұмыссыздық мәселесі шешілген. Түркістанның өзінде жұмыс жасаймын, еңбектенемін деген адамға жұмыс өте көп. Бір жұмысты да, екі жұмысты да қатар алып жұмыс жасай беруге де болады. Мұның тағы бір дәлелі Түркістан қаласына еліміздің басқа өңірлерінен келіп жұмыс жасап жатқан адамдардың да қарасы жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Түркістан қаласының облыс орталығы болғаннан артықшылықтар көбейіп, кемшіліктер азайды десек те болады. Бірінші кезекте қаланың тазалығы ретке келіп қалды. Екінші кезекте көшедегі жарық шамдардың ұдайы жұмыс жасап жанып тұруы, қаланың жасыл желекті абаттануы да өз алдына ерекше болып тұр. Бұрындары Түркістанда көліктердің жол жүру ережесі мүлде сақталмайтын еді. Қызылдан өтіп кету, белгіленбеген жерге тоқтап тұру, жылдамдықты асыру деген дүниелер мүлде сақталмайтын еді. Ал қазіргі кезде қала қатаң тәртіпте. Себебі Түркістан қаласының көшелерінің көп бөлігіне камералар орнатылған. Ал камералардың көптеп болуы қаладағы тәртіп пен мәдениетті қалыптастыратын керемет дүние. Ал енді құрметті көрермендер, видео пайдалы, қызықты болған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, осы видеоға пікір жазып қалдырып кетуіңізді сұраймын. Және сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт береді және арнаның дамуына көмектеседі.
Ал енді құрметті көрермендер, Түркістан қаласының дронмен түсірген видеоларын сізге ұсынамын. Айдалада салынған Түркістанның мына жаңа бөлігі сіздердің көздеріңізді қызықтырады деген ойдамын. Жаңа қала ауданы өз алдына келбетті бір аудан болып Түркістанда қалыптасқан.